Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге балалардың өте қатты жақсы көретін пончиктарының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді, өте жұмсақ болып шығады. Ал бастайық достар. Алдымен ыдысқа жылы сүтті құямыз. Оның үстіне 1 шай қасық тұз және 3 ас қасық қантты салып, оның үстіне 1 шай қасық дрожжымызды салып, жақсылап бір араластырып жібереміз. Оның үстіне жұмыртқаны саламыз және де сары май. Мен алдын ала шығарып қойған болатын, сондықтан менде еріп дайын тұр. Егер де сіздер үлгермесеңіздер, онда пешке ерітіп алсаңыздар болады. Жақсылап араластырып жіберіп, ұнды салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде еліктен өткізіп аламыз және бірнеше бөлікке бөліп сала отырып, осылай араластыратын боламыз. Ең соңында барлық ұнымызды салып алғаннан кейін қолымызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Сол себепті қамырымыз тығыз болмай, жұмсақ болып шығады. Артық ұн салудың қажеті жоқ. Егерде қолыңызға жабысып жатса, сәл ұн сеуішсеңіздер болады. Осындай қамыр шықты. Енді осыны пищевая пленка немесе целлофанмен бетін жауып, сыртын орап, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңызда менің қамырым осылай 2 есе болып көтерілді 1 сағаттың шамасында. Енді осы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен көз мөлшермен осылай барлығын бірдей етіп бөліп алдым. Менде барлығы 14 осындай бөлік шықты, кішкентай. Егерде сіздер барлығы бірдей болып шықсын десеңіздер, онда таразының көмегін пайдалансаңыздар болады. Және де осылай ортасын алу үшін мен осындай кремге пайдаланып жүрген насатканы қолданамын. Барлығы дайын болғанша майды ақырындап осы кезде қосып қыздырып алған болатынмын. Осылай жақсы қызып тұрған майға енді пончиктарымызды салып, бауырсақ сияқты екі жағынан қызартып пісіріп алатын боламыз. Пончиктар пісті, барлығы дайын. Енді осыны суытамыз толықтай суығанша бетіне жағатын шоколадымызды ерітіп аламыз. Ол үшін осындай бөлек ыдысқа сары май мен шоколадты салып водяная баняға ерітіп аламыз. Шоколад менде Қазақстан шоколадын пайдаланамын. Өте дәмді болып шығады. Енді осылай суыған пончиктарымызды батырып, осылай әрлейтін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға қатты ұнайтын болады. Жасалу жолы да өздеріңіз көргендеріңізде өте оңай, әрі тез жасалынады. Қамыры да тез көтеріледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беремін. Осылай барлығын дайындап алғаннан кейін шоколады қату үшін 15-20 минутқа холодильникке салып алсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мені қолдап лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер.